Таңертең жылы су ішу жасартады дейді. Ол рас па? Бұл сұрақтың жауабын видеода алатын боласыздар. Сондықтан да видеоны мұқият қарап, комментарияға сіз жылы су ішесіз бе? Осы сұраққа жауап жазып кетсеңіздер. Сіздің таңыңыз қалай басталады? Бір шыны кофе ішесіз бе? Әлде бір шыны шай ма? Бәлкім бір стакан жылы су ішетін шығарсыз. Су адам ағзасы үшін пайдалы болғандықтан суды күніне 6 стаканнан 8 стаканға дейін ішу керек екен. Жылы судың пайдасы: жылы су теріні тазалайды, әсіресе аязды күндерде терісі құрғақ адамдар ішкені жақсы. Бұлшық еттерді босаңсытады, әсіресе қыздардың етеккірі келгенде мұның пайдасы зор. Таңғы асқа жарты сағат уақыт қалғанда және тамақтан соң бір стакан жылы су ішсеңіз, асқазаныңыздың жұмысын жақсартып, ауруларға жол бермейді екен. Аш кезінде, яғни аш қарында ыстық су ішсеңіз, қуық жолдарындағы барлық микробтарды өлтіреді. Ісінуді басады, зат алмасуды жақсартып, арықтауға көмектеседі, көңіл күйді көтереді, иммунитетті нығайтады, жасартады екен. Шынымен де ыстық су, яғни ішектерді тазартады екен. Мен оны өзімнің тәжірибемнен өткіздім. Күнде таңертең ыстық су ішемін. Яғни жылы су немесе ыстық су ішемін. Сол кезде ішектерді тазартып шығады. Запоры бар адамдарға бұл таптырмас әдіс. Видео пайдалы болды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, және достарыңызбен, іші қатып жүрген достарыңызбен, асқазанмен проблема болып жүрген достарыңызбен бөліссеңіз. Келесі видеода кездескенше қазақ елі аман болсын.